Ассалаумалейкум достар. Біз қазір Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Шарапхана ауылының бөктеріндегі мына үлкен төбеде ашылған Мәңгілік ел деген саябақ бар екен. Сол Мәңгілік ел саябағында тұрмыз. Осындай алаш арыстары комплекс ашылған болатын. Міне мұнда барлық алаш қайраткерлерінің, енді әсіресе жетекшілерінің келбеттері жасалған екен. Барлығы шаңырақтың астында әдемі, маған ұнады. Бірінші қатарда солдан оңға қарай дейді Байтұрсынұлы Ахмет атамыз, Бөкейхан Әлихан, Дулатұлы Міржақып, Мұстафа Шоқай төрт көсемді қойыпты. Оның артында екінші қатарда тұрған Мұхамеджан Тынышбайұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Әлімхан Ермекұлы және Досмұхамедұлы Жаһаншы аталарымызды қойған екен. Және екі жағына алаш қозғалысының негізгі қайраткерлері, ниеттестері және жетекшілерінің тізімдерін жазған екен. Абайұлы Тұрағұлдан бастап Ысқақұлы Даниял, Абай атамыздың әулетінен шыққан Ысқақұлы Даниялға дейінгі аралықтағы барлық алаш қайраткерлерінің негізгі деген тұлғалардың тізімі тұр. Негізінде алаш қозғалысына 13 мыңнан астам адам қатысса, оның әрқайсысының тізімі болашақта осылай жазылып тұру керек деп ойлаймыз. Сондықтан Шымкентке жолдарыңыз түсіп жатса, мынау Шымкенттің жанындағы таяқ тастам жерде тұрған Сарапхана ауылына келіп, осы ескерткіш комплекспен танысып кетуіңізге болады. Жасасын алаш, жасасын дегіміз келеді.